Жұмыс жасап жатқанымызға 12 жыл шамасында болып қалды. Курьер жұмысын жасап жүрдім. Енді өткізіп жатқан үйлердің есіктеріне, ручкамен даже жазған моменттер де болды. Көзге елестету дегендей, қазір былай істесең результат қандай болады соңында дегендей. Бәріміз ақша табамыз, сен санайсың деген шығар может дейді. Енді мамандығыммен барып кірейін десем, маған 75 мың айлық дейді. Еркін істеп үйреніп қалғанбыз ғой. Бізде график жоқ, мысалы. И бізде бастық жоқ, телефон ұстама деген сияқты. Сәлем достар, Астана Лайф YouTube каналында подкаст. Бүгін менде қонақта екі мықты жігіт, таныстыра кетейін. Жәнібек Қуандық және Серік Ермек. Қош келдіңіздер. Бұл жігіттер кім, немен айналысады, олар не үшін бұл подкастқа келді десеңіз, сұхбатты аяғына дейін тыңдаңыздар. Жәнібек, Серік, сіздер кімсіздер? Астанада тұрасыздар. Енді ол түсінікті Астана Лайфқа келгеннен кейін. Бірақ мамандықтарыңыз кім, немен айналысасыздар, өздеріңіз бастап айтсаңыздар. Сәлеметсіз бе Гүлжазира. Біз Астана қаласы бойынша электрик және электромонтажник қызметін атқарамыз. Мен өзім есімім Жәнібек, Energy Plus компаниясының негізгі қалаушысы боламын. Қасымда досым Серік десім Серік. Осы екеуміз бір компанияда электромонтаж қызметін атқарамыз. Қанша жыл болды жұмыс жасап жатқандарыңыз? Жұмыс жасап жатқанымызға 12 жыл шамасында болып қалды. Демек, Астанадағы біраз тұрғын үйдегі астаналықтардың үйі болсын, кеңсесі болсын, ғимараттар болсын, сіздер өткізген жарық арқылы үйлерінде жарықпен рахаттанып отыр, 12 жылдың ішінде. Біраз клиент жинадыңыздар. 12 жылдың ішінде біраз клиент жинадық, және де осы уақытқа дейін 10 жылдық клиенттеріміз бізге хабарласып, дальше тағы да үй алып жатқан үйлерін ұсынып жатады. Біз оған да сапалы электромонтаж жұмыстарын істеп береміз. Енді бәрін бастан бастайық. Бұл мамандыққа қалай келдіңіздер, неден басталды? Үйлеріңізде әлде әкелеріңіз, ағаларыңыз электрик осы салада қызмет етті ме? Мотивацияны қайдан алдыңыздар? Не түрткі болды, не себеп болды бұл мамандықты таңдауларыңызға? Менің бұл мамандықты таңдауыма әкем себепші болды. Менде семья дейді ғой, электрик энергетиктердің семьясы. Менің әкем энергетик, әкем бастаған, сосын әкемнің інілері электрик энергетиктері, және менің өзімнің туған ағам, бұл тоже электрик энергетик, и солардың арқасынан мен де еріп электрик болып істеп жүрмін қазір. Сіздің балаларыңыз осы мамандықпен айналысса, кәдімгі үлкен әулет болады, династия болады. Династия электрик энергетик болады. Серік, сіз ше? Кеш жарық, шақырғандарыңызға рахмет. Біреулерде әулетпен энергетик, бірақ менің келу жолым бұған келердің алдында саналы түрлі қызметтерде жүрдім. Қалай келгенде бір себептер болды. Айта кетсем, курьер жұмысын жасап жүрдім. Осы Астанада? Автокөлікпен. Ол автокөлігім шетел номері болды. Оны жүргізбей қойды. Осыдан 2 жыл бұрын. Бірақ табыс табу керек дейсіз? Табыс табу керек. Ер адам болғаннан кейін отыра алмадым. Сөйтіп, ортақ танысымыз жұмыс керек болса хабарлас деген. Сонымен хабарласып, сол Жәнібекпен танысып осы электр мамандығына келдім. 2 жылдың ішінде, шүкір жақсы деңгейге жеттім деп айта аламын. Негізгі мамандығыңыз сіздің? Негізгі мамандығым творческий мамандық қой. Графический дизайнер негізі. Ол мамандықтың бір осы қазіргі істеп жатқан электр жұмыс мамандығына өзіндік бір қалай айтсам болады, подходтары, көмегі бар ғой, әрине. Сызба жұмыстары болады, сызба жұмыс бар, өлшеу керек дегендей. Былай көзге елестету дегендей, қазір былай істесең результат қандай болады соңында дегендей, соған көп әсері бар. Демек, сіздің шығармашылық өзіңізге ұнайтын нәрсені сіз осы электрика, жарық беру жағынан ұштастырдыңыз, таптыңыз, өзіңіздің нишаңыз табылды ғой, басында тек табыс табу мақсатында кірген адам. Уақыт өте келе, бір жарты жыл шамасы шығар, жарты жылдан кейін мен өзімді осы бір мамандықты көре бастадым болашағымда. Осымен қалып кеттім. Қазір Жәнібек екеуміз бір командада
серіктес болып. Жақыннан тартып жатқан балалар бар жұмысқа, жастар бар. Ақырындап команданы үлкейтіп жатырмыз. Жігіттерді сұхбатқа мен кешкі уақытқа шақырдым, өйткені күндіз олардың жұмысы көп, жаңа тапсырыс берушілер оларды күтпейді, сондықтан кешке келіп уақыттарын бөліп сұхбат беріп жатыр. Жәнібек, сіздің туған жеріңіз Шымкенттен, иә? Менің туған жерім Шымкенттен. Астанаға қалай келдіңіз? Қалай басталды? Ең алғашқы жұмыс бастаған сәтіңіз неден бастадыңыз? OLX-қа хабарландыру бердіңіз ба? Жоқ, бір танысыңыздың үйіне жарық кіргіздіңіз ба? Негізі басында любой жұмысты бастау қиын ғой негізі. Басында ручкамен фломастер алып, енді өткізіп жатқан үйлердің есіктеріне ручкамен даже жазған моменттер де болды. Хабарландыру Хабарландыру, визитка істеп, есіктеріне жабыстырып, солай клиент жинадық. Және де OLX-қа объявление бердік. Дұрыс айтқан екен ғой мен, шамамен. Солай өзіміздің жұмысты сапалы істегендіктен бір істеп кеткен клиент уже екінші рет, үшінші рет және 1 жыл, 2 жыл бойы қайта басқа үйлеріне де шақырып отырды. Содан кейін уже база клиент жинап алдық. Сіз демек Шымкенттен бүкіл құрал саймандарыңызды алып келдіңіз. Мен Астанаға баруым керек деп, сондай мақсат болды? Жоқ, негізі Астанаға келген себебім, мен оқуға түстім, бірақ электрик мамандығына емес. Бізде жаңа айтып кеттім ғой, бізде семья электрик энергетик, но бірақ әкеміз почему-то мені алды да финансқа түсіріп қойды. Сен бізде финансист бол, бәріміз электрик болып кеттік деп. Ақша санайтын бір адам керек деген бе? Бәріміз ақша табамыз, сен санайсың деген шығар, может быть. Сөйттік та, финансты оқыдым, среднийін оқыдым, высшийін оқыдым. Енді ер жігіт болған соң үйде отыра алмаймыз ғой. Мысалы, оқуға обедке дейін барып келеміз, обедтен кейін әкемізге көмектесіп жүреміз. Сөйтіп оқып жүріп, өзіміз ақша тауып бастадық. И оқуды бітірдік, уже оқуды бітірген кезде уже айына нормально 300 мыңның мен 500 мыңның арасында уже тауып отырдым мен. Ол 10 жыл бұрын. Ол 10 жыл бұрын, Ол кезде біраз ақша ғой, 300 мың. Ол кезде біраз ақша. И расходтарымыз да үлкейіп кеткен деген сияқты ғой. Енді мамандығыммен барып кірейін десе, маған, 75 мың айлық дейді. Айлық азғандай, барғың келіп тұрған жоқ. Біз еще еркін істеп үйреніп қалғанбыз ғой. Бізде график жоқ, мысалы. И бізде бастық жоқ, телефон ұстама деген сияқты. Өзіңе өзің қожайын. Өзіңе өзің қожайын. Сосын жұмысқа кірдім мен, барып көрейін. Оқыдым ғой, среднийін оқыдым, высшийін оқыдым деп. Жұмысқа кірдім, 1 ай зорға шыдадым мен. Кеңседе отыру қиын болды, ес? Кеңседе отыру қиын болды. Сосын соңында бір телефон звондап қалдым, әлі телефон алып сөйлескен кезде маған ескерту берді, сол конечный не болды, содан кейін мен жұмыстан шығып кеттім да, өзім осы электрик. Түбегейлі? Осы салаға уже кіріп кеттім. И уже содан кейін жаңа профессионалды түрде айналысып бастадым, команда жинадым. Қазір қанша адамсыздар? Қазір бізде командада 5 адам. 5 адамсыздар. Татусыздар ғой? Өзіміз қосқанда 5 адам, әрине татумыз. Сіздің командада жұмыс жасап, үйреніп, кейін өзінің жаңағы кеңсесін ашып, немесе фирмасын ашып, өзінің командасын жинақтаған жігіттер болды ма? Ондай жігіттер болды, ол өзімнің інілерім, тоже жаңағыдай династия сияқты, әкем, ағалар маған үйретті, мен өзімнен кейінгі кіші інілеріме үйреттім. Олар менімен бірге 3 жылдай, 2 жыл, 3 жыл, 4 жылдай істеп, өздері қазір бөлек істеп, осы электрика саласында жақсы ақша тауып жүр. Астанада ма, жан-жақта ма? Астанада. Бір-бірлеріңізге үлгермей жатсаңыз клиент бересіздер? Бір-бірімізге клиент береміз, бір-бірімізге жаңағыдай поддержка беріп тұрамыз. Жақсы. 10 жылдың ішінде Жәнібектің материалдық жағдайы, Серіктің материалдық жағдайы қалай өзгерген? Серіктің келгеніне көп болған жоқ, 2 жыл, иә? 2 жылда. Өйткені біздің көрермендердің арасында осы салаға қызығып жүрген бәлкім жігіттер, оқушылар бар шығар. Қазіргі жастарға мотивация материалдық дүниемен айтқан көбірек өтетін сияқты, иә? 10 жылдың ішінде Құдайға шүкір, әкемізден немесе бір ағамыздан ақша сұрап, бізге көмектесіп өйткен жоқ. Біз
қарыз сұрап кредит алып ондай жоқ қой? Ондай болған жоқ. Осы күнге дейін өзім үйім бар. Астанада, иә? Иә, Астанада үйім бар. Машинам бар, 3 бала-шағам бар. Күшті. Осы электрика мамандығының арқасында күн көріп, соларды асырап отырмын. Және де участка алдым, үй салайын деп жатырмын. Жер үй саласыз. Жер үй салайын. Бізді қонаққа шақыруды ұмытпаңыз командамызбен. Иә, Серік, сізде үйіңіз бар ғой? Үйім бар, иә. Ол дейтін тоже жаңағы осы мамандыққа келгеннен кейін алынған үй. О, өте күшті. Осы келгеннен кейін жаңағы айтып отырмын ғой, 6 ай былай тек финансовый состояние қарап отырдым да. Кейін өзімді осы нишада көргеннен кейін дальше ізденесің. Әрине ізденіс болған жерде ұмтылыс бар. Ұмтылғаннан кейін оны бағаламада әрбір жерде ұмтылыс. Қазіргі жағдайда, иә, менің де үйім бар, машинам бар, Күшті. отбасым, ұлым бар. Нешедесіздер, жастарыңызды айтып кетіңіздерші. Жасым менің 33-те. Не кәрі емес, не жас емес. Күшті жастар. Орташа. Жас қой, кәріге қайда ерте әлі. Сізде Жәнібек нешедесіз? Мен жасым 30-да. Осы биыл 31-ге толам. Күшті. Мен Жәнібекті қалай таптым? Жәнібекті мен осы Инстаграмда кейбір жақсы блог жүргізетін, электрика, сантехника саласында жұмыс істеп жүрген жігіттердің біразын білем. Маған қарағандылық Рауан деген жігіт сіздің номеріңізді берді. Ол Рауан өзінің парақшасын күшті жүргізеді. Кіріңіздер, жігіттер, қараңыздар, ізденіңіздер. Рауан да кейде мысалы өмірдің қиындығынан қалай шыққанын, қалай қарыздан құтылғанын, қалай осы салада бизнес жүргізгенін күшті суреттеп, айтып, баяндап береді. Және үлкен фирмалары, дүкендері бар. Сол сияқты мықты жігіттердің есімдерін білсек, осы подкастқа олардың да парақшаларын салып кетсек, танысса, білсе, көрсе, енді сіздер бір-бірлеріңізбен араласасыздар. Бізде Алматы қаласында дәл біз сияқты қазір жақсы деңгейге көтерілген үлкен магазины бар, және де электрика саласына оқытатын академиялар бар, курс оқытатын нелері бар. Жап-жақ деген компания бар. Даже Жап-жақ деген компания жылына бір рет өзінің фест өткізіп отырады, жарыс электриктердің арасында. Айта кетсем, 2025 жылы біз өзіміз басқа қаладан болсақ та, осы Астана қаласының үйлерін істеп, нанын жеп, күн көріп жүрген соң, біз Астана қаласынан атынан шығып, сол фестке барып, 10 команданың ішінен, оның ішінде Өзбекстан болды, Қырғызстан болды, қалған Қазақстанның басқа қалаларынан. Біз жақсы қатысып, дайындалып барып, бірінші орын алып қайттық. Астананың намысын қорғаған жігіттерге шапалақтап қояйық. Екеуіңіз бардыңыздар, иә? Біз екеуміз бардық, иә. Не істедіңіздер бірінші орын алып сонда? Столға шықтыңыздар ма, әлде сымдар жалғадыңыздар ма бір-біріне? Ол жерде жаңағы жарыс қатысушыларының бәріне бір құрал береді, бір условие, жаңағы стенд, жолы айтқанда стенд, бір проект береді. Бір проект, иә. Әр адамның жаңағы жұмысқа деген подходын, қалай осы жұмысты атқарады, жаңағы критерияларына, уақытқа, жаңағы эстетикаға дейді ғой, өздерінің шарттары болды. И сол жаңағы басты мына жерде тек уақыт қана емес, жаңағы жұмыстың орындалуына, сапасына, дұрыстығына мән берілді да. Соның жаңағы критерий өтіп келіп, біз таңдалдық осы команда. Ол жерде, получается, уақыт кірді, техника безопасности, подход к работе и технический сапасы. Соның бәрін ескере отырып, біз бірінші орын алып шықтық. Күшті, құттықтаймын. Жап-жарық компаниясын айттыңыз. Бұл компания үнемі осындай форумдар, фестивальдар өткізіп тұрады. Тағы да қандай жігіттерді айтуымызға болады? Үлгі алатындай, қызықтыратындай жас жігіттерді. Қандай жас жігіттер бар? Кім? Ердос Тоқ. Тоқ систем деген. Тоқ систем, Ердос. Қазір маған парақшаларын беріңіздер, жазып қоямыз. Ол жігіт тоже Астана қаласында электромонтаж және умный дом саласында қызмет атқарады. Және де ол тоже жақында курсын ашады.
умный домды если оқимын дейтін болсаңыздар тоже жаңағы бүйткенде сөнетін бүйткенде жанатын жасайтын жігіт болып тұр ғой, үйге кіре салып свет қос десең жаңағыдей удобство дейді ғой заман. Ол да енді ғана келіп отқан не ғой, жаңа қарқын Алисамен және управлять етеді деген сол өте ыңғайлы. барлығы дамып жатыр, иә? Алиса деп қалдыңыз, даму туралы айтып қалдыңыз. Мен жақында бір ғылыми статья оқығам, сол кезде болашақта өлмейтін мамандықтардың бірі осы алдағы 50 жылдықта және ең жақсы табыс табатын мамандықтардың біріне электриктер мен сантехниктерді жазыпты. Бұл зерттеу шетелдік мамандардың зерттеуі, шатаспасам. Расымен де сіздердің табыстарыңыз жақсы. Енді қазір мен сіздерден айлық табыстарыңыз қалай деп сұрағым келіп тұр. Шамамен айтсаңыздар болады. Қызықтыру үшін, мотивация беру үшін. Және болашақта осы екі мамандық расымен де көп ақша төленетін мамандықтың қатарына енетініне сенесіздер ме? Иә, оған сенеміз. Себебі мысалы қазір искусственный интеллект дейді ғой, ол жақсы дамып келе жатыр да. Мысалы 5-6 жылда прям шыңына жетсе, ол біраз мамандықтың рөлін алып қояды. Мысалы искусственный интеллект, жаңа дизайн болсын, басқасы, жаңа программа болсын. Киім дизайн, үй дизайн, архитектура бәріне. Иә, біразының жұмысын алып қояды. Біздің журналистердің де қазір робот дикторлар шығып жатыр. Даже перевод істейтіндердің де жұмысын алып қою мүмкін да. Бірақ прям қолмен жұмыс істейтін электрик сантехникті олар ауыстыра алмайды. Осы 5-6 жылда электрик сантехникті мамандығы өте керек мамандық және олар ценится етіледі. То есть бағаланатын мамандықтардың бірі болады. Өйткені көп, мысалы, біздің жастағы, бізден ересектеу, бізде мынандай түсінік қалыптасып қалғанда, сантехник, электрик дегендер ол кезде бір аз ақша табатын, подвалдарда арақ ішіп жүретін адамдарды елестетеді. Ой, мамандыққа неге оқисың деген сияқты дүниелер айтылады. Сіздерге қарап, менің көңілім де көзім де тойып отыр. Баспана бар, көлік бар, балашаға бар, барлығы жақсы. Енді тағы да қақылдап сұрай береді дейді, қоймастан. Табыс туралы айтыңыздаршы. Табыс туралы айтатын болсақ, шартты түрде жақында бастаған мен айтайын. Қазіргі табысым шүкір 1 миллион теңгенің жуығында шығады. Оны жасыратын. Тапсырыс көп болса, одан да көп болуы. Ең аз дегенде солай. Ең азы сол болады. Бұл және келгісі келіп жүрген, немесе ойланып жүрген, берейік па баламызды, бермейік па деп ойланып жүрген ата-аналарға құлағына қағыс болсын. Бұрынғы электриктер сияқты қазір электрик ішпейді, подвалда жүрмейді. Қазір дейтін бәрі кәкіштей. Және автоматизация деп айтты. Оның бәрі Жәнібек дұрыс айтады, оның бәрі автоматизацияға жатпайды, қолмен істелетін жұмыстың бәрі. Ал болашақта жәнегі шетелдік сарапшылардың жасаған пікірі бойынша, ол деген өте потенциалды жоғары мамандықтар болып есептеледі. Сондықтан да ойланып жүрген, немесе мың ойланып бір толғанып жүрген адамдарға болса, түк ойланбай осы жұмысқа келуге шақырамыз, және біздің командаға шақырамыз. Жұмыс аласыздар ма? Онда мен сіздерді белгілеп қоямын, электрик жігіттер жұмыс таппай жүрген болсаңыздар. Бірақ мен ойлаймын, электриканы бітірген жігіттер жұмыс таппай жүрмейді деп. Барлығында да клиенттер тауып, мүмкіндіктер көп қазір. Threads бар, OLX бар, кез келген жерге жазса, қазір адамдар алады. Сіз осы компанияның басшысы ретінде өзіңіз қаржыгерсіз. Бүкіл қаржылық операцияларды бақылап отырасыз ба, жоқ өзіңіздің есепшіңіз, қаржыгеріңіз бөлек пе? Олардың бәрін өзім бақылап отырам. Жігіттердің айлықтары, келген уақыты, қанша сағат істегенін бәрін өзім контрольді алып, айлықтарын бәрін өзім беріп отырам. Салық, пенсионный бәрін өзіңіз реттейсіз? Бәрін өзім реттеп отырам. Күшті. Бекер финансты оқымадым да. Бұл да сіздің осы мамандыққа келгенде күшті плюс дейді ғой, яғни сізге пайдасын тигізіп жатыр. Енді Астанада жаңа жігіттерді шақырып жатыр. Бәлкім бізді көріп отырған қыздар да қызығуы мүмкін. Қыздардан электрик шығу мүмкін бе? Бұл оқуға мысалы 9-шы сыныпты бітіріп
колледждер бар қазір оқытатын. Қыздар оқуына бола ма, қыздардан электрик шыға ма? Бар енді біз осы бұқаралық ақпарат құралдар саласында жүргеннен кейін білеміз. Высоковольтниктарда істейтін, үлкен заводтарда істейтін, енді олар жаңа оператор, монтаж сияқты жеңіл жұмыстарда жүретін қыздар бар бізде елімізде. Жалпы сіздер сияқты кәдімгі қара жұмысқа, тоқ өткізуге, жұмыс жасауға қыздарды аласыздар ма? Болады ма? Или қиын ма қыздарға? Сіз қыздар демекші, бізде Астана қаласында GT Академия деген не бар? Тоже электромонтаж. Әрі электромонтаж атқарады, әрі... Колледж емес, е? Колледж емес, курс. И академиясы бар. Курс оқып отырады, курс оқытады. Сол жақта бітіріп шыққан Электроледи деген инстаграм парақшасы. Салып қояқ қазір. Қыз бар. Тоже дәл біз сияқты. Қазақ қызы, дәл біз сияқты. Табыс табады. Табысын енді білмеймін, осындай табатын шығар, бірақ дәл біз сияқты қызмет атқарады. Ол да кәдімгідей черновой дейміз ғой. Енді кіріп жатқан пәтерге кіріп, сызып, бәрін дырылдатып, тоқтарды өткізіп, сондай жұмыстар атқарады. Біз не істейміз? Ер электриктер не істейді? Ол кісі де тура соны істейді. Және парақшасын отмечать етіп қойсаңыз да болады. Міндетті түрде белгілейміз. Оқу бітіріп жатқан жоқ. Жүрген, жай жұмыс жасап жүрген жігіттерді енді көріп, қыз бала жасап жатыр деп, кәдімгі өздерін бір кішкене мотивация болып қалар ма деп. Бәлкім намыстанып дейміз. Намыстанып, жігітті намыс өлтіреді әрине. Ол да бар. Жалпы электрик болу үшін қазір оқушылар көріп отырған болса, физиканы қатты білу керек, физиканы қатты оқу керек деген ой тұруы мүмкін. Рас па? Физиканы жақсы білу керек пе? Физиканы білгені кішкене көмектеседі, но міндетті емес. Главный адамда желание дейді ғой. Адамда желание болса, электрика мамандығын үйрену алу оңай. И жаңа электрика мамандығынан жақсы табыс табуға болады. Мысалы, бір жерге айлыққа жұмысқа кірсең, мысалы 1 миллионға дейін алуға болады. Даже одан да жақсы маман оқу бітіріп, теоретически и практикада жағынан да жақсы білсең, 1 миллионнан да жоғары табуға болады. Ал немесе айлықта емес, объем дейді ғой. Жұмысты өзің тауып, клиентпен өзің сөйлесіп, өзің істейтін болсаң, команда жинап, командамен ол кезде 3 миллионнан жоғары табуға болады. Ол адамның өзіне байланысты. Таңдау бар. Егер үлкен компанияда, кеңседе, жаңағы коллективпен дейміз, сондай нәрсе қаласа, онда қалай да жасауға. Егер өзің жеке дамиын десең, немесе оған ерініп, маған тек клиент тауып беріп ақшасын берсе, ол жолда бар. 3 жол бар дейсің. Енді техника безопасности дейміз, қауіпсіздік шаралар туралы айтайық. Жаңа қыздарға баруға болады ма дедік. Біз енді тоқ дегеннен кейін бір өзіміз істеп білмегеннен кейін тоққа жоласақ, бізді тоқ соғып өліп қалатын сияқты елестейміз. Қазір ол қалай реттеледі, қалай сақтанасыздар, оның шарттары қандай? Перчаткамен, резиновый перчаткамен жұмыс істейсіздер ме? Мысалы, квартира және де офис 220 болса, ол жерде 220. Мысалы, новыйдан монтаж істеп жатсам, ол кезде тоқты өшіріп қоясың, временный свет істеп алып, полный жұмысты толық бітіріп, шитті жинаған соң тоқ беріп, дальше тексересің. Ал если келіп тұрған тоқта жұмыс істеу керек болса, ол кезде специальный резиновый перчаткалар бар, және де резиновый төсеп қойып, соның үстіне шығып, сонымен істейтін нәрселер бар. Қазір барлығы дамып жатыр деңізші. Және специальный отверткалар бар, солармен тоқ өткізбейді, тоқ өткізбейді. Күшті, күшті. Және де тоқ тексеретін аппараттар бар, прям оны былай шұқыламай, сыртынан ұстасаң, уже тоқ бар жоғын көрсете береді. Біз бұрын бала кезден шеге тығып, өз-өзімізді тоқ соққызып дүрілдететін есіме түсіп жатыр. Енді Астанадағы өмір туралы айтайықшы. Мысалы, бізді басқа өңірдегілер көріп отыру мүмкін. Басқа ауылдан, алыстан, шығыстан, батыстан, оңтүстіктен келіп, Астанада жұмыс бастау қалай болады екен, қорқыныш сезімі бола ма? Жалпы Астана қаласы сіздер үшін өмірлеріңізде
қалай әсер етті, қайда қыдырасыздар, қайда демаласыздар, астанада не істеуге болады? Бәрі ойлайды, астанада тек таңертең жұмысқа барасың, кеңседен шығасың, немесе сіз сияқты жаңа жеке фирмасы болса тапсырыстарды орындайсың, үйге қайтып келесің, басқа көп қызық жоқ сияқты деп ойлайды. Қыдыру үшін көп ақша керек деген ой ғой қазір енді, астанада көбісін. Жалпы алғанда былай астанада қыдыратын жер білесің бе, аз ғой. Жалпы былай сыртқа табиғатқа шығамын десең, мынау тиіп тұрған бурабай бар дейтін. Көбісі енді ол жақта бағаларын салыстырып отырады да, әрине қымбат деп, например, айтады. Ал тек басқа региондарда мен өзім туған жерім Талдықорғаннан. Сол жерде ондай ешқандай космический баға керек емес. Шықтың, былай қарай оңға солға тауға шығып жүре бересің, демаласың. Астанада ондай мүмкіндік әрине сәл финанс қажет етеді. Жақсы демалыс үшін. Жұмыс жасау керек, жақсы демалыс үшін. Сол үшін жұмыс жасау керек. Жұмыс жасау тек қана болды. Сіздер қайда барасыздар демалған кезде? Демалыс күндері отбасыларыңызбен? Отбасымен болса, мысалы, демалған кезде мына Барабойға, Баянауылға барамыз. Өзім Шымкенттікі болғандықтан елге жиі барып тұрасыз, елге жиі барып тұрамыз. Мен мысалы отбасымен былай жылына бір рет былай істеймін. Өзім машинама отбасымды бала шағам салып аламын. Автосаяхат. Сосын Алматыға барып, Алматыда жаңа Көлсай болсын, бәріне кіріп, сосын Шымкентке барып, Балқашқа кіріп, по пути демалып, Шымкентке барып, демалып, солай жылына бір рет, екі рет сөйтіп барып қайтамыз. Біздің саяхат осы елдің ішінде деңізші? Пока что елдің ішінде бір-екі жылда бәрін реттеп, енді шетелге шығатын ойымыз бар, конечно. Астананың мысалы көшелеріндегі жарық, кішкентай көшелердегі жарық, барлығына мән беріп жүресіздер ме сіздер? Маман ретінде, мына жерде лампа сөніп қалыпты, мына жерге мынандай қойса болатын еді деген. Әрине. Тек қана көшелердегі лампа емес, даже дүкенге кірсек те сол жердің қараңғы болып тұрса ма? Барлық жерде электрикасы қарап жүреді. Және кіріп келе жатқан жақта свет жоқ, көрші басып кетті, сондай. Біреулердің үйіне қонаққа барсаңыздар да қарайсыздар ма? Бағалап отырасыз, ешкім түсінбейді, бірақ тек өзің үшін былай қарап отырып, мына жерде былай істеуге болатын еді ғой деп. Ондай болады. Әрине. Мысалы, мен тұрып жатқан пәтерімде бұрынғы ремонт жасағандар қараңғы. Мынандай іліп қойған потолокқа. Сондай үйлер көп, мысалы, біреулер білмей істеді, біреулер оның сәні кетті, біреулер 10 жыл бұрынғы жарық болмай тұрған нәрсе. Оны қайтадан алып демонтаж жасайсыздар ма? Әлде ол қиын зат па? Ондай тапсырыстар бола ма? Ондай тапсырыстар болады. Тек бүкіл квартираға ремонт емес, бөлшектеп қана жәнегі электр құралдарын ауыстыруға ондай әрине қабылдаймыз. Ондайлар да жасап жүрміз. Ол тек жекелеген ғана, например, тек біз черновой квартираға кірдік, осы ғана тек соны істейміз болды деген жоқ дейсіз. Әртүрлі, даже мебельный цехтар болсын, басқа да зат шығаратын цехтар болсын, жұмыс шақырады, оборудование сатып алды новый, оны қосып беріп, ондай жұмыстарды атқарып жүре береміз. Жаңа мысалы сіз айтып жатсыз ғой, ескі квартира, потолокта бір-ақ свет, оны тағы да қосуға болады ма деп. Қазірде бізде натяжной потолок бар. Мысалы, если потолок гипсокардан болса, гипсокардонды шешіп, натяжнойға өзіңнің дизайныңды жаңағы неше люстра істегің келеді, неше софит, жаңағы параши потолок дейді. Соның бәрін есепке алып, натяжноймен тартып, бір аптаның ішінде полный бітіріп тастауға болады. Түсінікті. Енді мысалы қазіргі жаңадан жасалған ремонтпен жаңадан жасалған, жаңадан кірген пәтерлерге кірсең, үйдің іші жап-жарық. Ол көзге әсер ете ме, денсаулыққа әсер ете ме, соны сұрайын деп едім. Егер үйдің ішінде көп жарық болса, әлде жаңағы лампочкаларды дұрыс таңдауымыз керек пе? Әрине, ол жерде жап-жарық болып, қазір дизайн проектқа салверсің, дизайнердің фантазиясын салверсің. Төсектің жанында, қабырғада, аспанда, былай салып, көп қой енді жарық, неше түрсін көріп жатырмыз. Жарықты негізі көп болғаны жақсы, но бірақ оны дұрыс таңдай білу керек. Бізде, мысалы, сіз қарапайым адамға
мынау свет, төбедегі свет бәрі бірдей сияқты да, бірақ олар бөлінеді. 220 постоянный ток, переменный ток болып бөлінеді да. Сосын жаңағы холодный дейді, салқын, жарық, естественный дейді. Оның бәріне көңіл бөліп таңдау керек, Оның барлығына көңіл бөліп таңдау керек. Мысалы, қарапайым квартираның ішінде, мысалы, холодный цвет келмейді. Ол жерге нейтральный немесе теплый цвет таңдау керек. Визуальный. Кеңсеге керек, жаңа сіздің суық деген. Суық деген кеңсеге керек. Көк күмбет болып тұрады, ол кішкене. Бодрить етіп отырады, және теплый болса, адам деген. Демалып, ұйқысы келіп. Теплый цвет ол основном кухняға қойылатын цвет. Өйткені анау піскен тамақты аппетитный, әдемі көрсететін цвет. Қайда жатыр әңгіме. Күшті. Жәнібек, енді қазір бізді астаналықтар енді пәтер алып жатқан, үй алып жатқан, немесе кеңсесіне жөндеу жасайын деп жатқан көрермендер көріп, бұл жігіттер қанша бағаға жасайды екен деген сұрақ туындауы мүмкін. Қазір үйге жарық өткізу қалай есептелінеді? Квадрат метрға қарай ма? Үйдің комфорт бизнесіне қарайсыздар ма? Жоқ әлде жер үй ма, этаж үй ме, соған қарайсыздар ма? Қалай есептейсіздер? Біздің компания, мысалы, бірінші үйдің қиындылығына қараймыз, то есть проекттің сложностына қараймыз, сложностына қарай есептеп береміз. Мысалы, примерно черновой электромонтаж средний где-то квадратына 10 000 теңгеден шығады. Ол жеке үй ма, жоқ пәтер ме? Жеке үй болсын, квартира болсын, жаңағыдай сложностына байланысты примерно квадратына 10 000 теңгеден шығады. Біз бірақ өзіміз квадратпен есептемейміз, жаңағы бар көресіздер, проект, электронный проект жібереді біз, сол проектке қарап санап, кейін баға береміз. Кейде бізде мысалы сұрап жатады, неге 10 000, там 3 000 теңгеден де бар ғой, неге сенікі сондай қымбат деп. Сол кезде біз айтамыз, бізде полный инструменттер барлығы профессиональный подходпен, жаңа пылесос, жерге түскен қоқыстың бәрін біз артымыздан пылесоспен тазалап, тап-таза қылып клиентке өткізіп кетеміз. Сол кезде енді клиентпен, если бағаға келіспесек, біз айтамыз, жақсы, енді 3 000-ға істетіп көріңіз, сосын айтасыз дегендей. Сосын бізге қайтып хабарласасыз дейді. Сол клиент бізге қайттан хабарласады, қайттан келеді, біз ол кезде уже 2 есе баға айтамыз. Потому что ананың бәрін қайттан жасайсыздар. Демонтаж и монтаж. Инструменттер қымбат деп қалдыңыз ғой. Жұмысыңызға, қызметкерлеріңізге үнемі құралдарды жаңартып отырасыз ба? Жаңадан заманауи шыққан нәрселерді қарап отырасыз ба? Иә, обязательно, олсыз болмайды. Біз айына кем дегенде 1-2 инструмент алып отырамыз. И жаңадан, мысалы, осы бізде газовый пистолет дейді ғой. Бізде монтажниктер, мысалы, соңғы 2-3 жылда газовый пистолет көтті. Оған дейін, мысалы, перфоратормен жұмыс істейтін. Бүкіл каждый тесікті тесіп істейтін. Бізге ұйқы бермей жүрген сол ғой, көршілер жаңа жөндеу жұмыстарын жасаған кезде. Сосын газовый монтажный пистолет шықты. Ол не істейді? Дыбыссыз? Дыбыссыз, просто ұрған дауысы ғана естіледі, но бірақ ондай дискомфорт не қылмайды. Өздеріңізде шаршамайсыздар, бастарыңыз и жұмысты тез бітіріп шығуға мүмкіндік бар. Барлық сала дамып жатыр, жыл сайын бір нәрсе шығады, ай сайын бір нәрсе шығады, соның барлығына лесіп, үйреніп, дамып отыру керек дейсіздер ғой? Иә, дамып отыру керек. Және де айтып кетейін, бізде мысалы Астанада, Алматыда общий строительный құрылтай болады. Біз сол құрылтайға өзіміздің компаниямыз атынан қатысып отырамыз. Компаниямыздың атынан қатысып, өзіміздің стендті қойып, сол жерде келген дизайнерлермен танысып, жаңағы клиенттерде сұрақтары болса, өзінің көкейіндегі сұрақтарға жауап беріп, и сол құрылтайдың арқасында біз өзімізге таныс тауып кетеміз. И сол арқылы бізге болашақта жұмыстар шығады. Әрине, бұндай жиындар керек, өйткені 10 адам, 5 адам, әркім әр фирмаларда істеп жатқанда бір сіздердің бастарыңызды қосатын дүние керек қой. Бұндай жарыстар, форумдар, жаңа фест деп қалдыңыз, фестивальдер әлбетте керек, коммуникация керек, бір-бірлеріңіз тануларыңыз керек, кім не істеп жатыр дегендей. Енді бұйырса, біздің Астана Лайф YouTube каналымыз, жалпы біздің жұмысымыз тоқтамаса,
алдағы уақытта тағы да сіздерді шақырам. Қандай жетістіктерге жеттіңіздер, сандарыңыз көбейді ма, не істеп жатсыздар, жігіттер қалайсыздар? Кеше 30-да едіңіз, бүгін 40-қа келіп қалыпсыздар, не өзгеріс деген сияқты. Уақыт тез өтеді. Біздің көрермендерге, оқушыларға, болашақ мамандық таңдайын деп отырған түлектерге қандай тілек айтасыздар? Астаналықтарға жалпы. Бұлай жалпы айтқан кезде мамандық таңдап жүрген жастар болсын, мамандық таңдап қателесіп жүрген адамдар бар қаншама. Оларға тек тоқтамауды кеңес беремін. Әрбір саланы көрсін, іздесін. Дегенмен де табылады ол өзінің адам, өзіне жағатын жұмысын жасау. Жалпы тағы не айтсам? Бірақ осы электрика мамандығын таңдаса, өкінбейді деп ойлаймын. Өйткені жаңа айтып кеткендегідей, мысалы, ИИ дамып қанша адамның жұмысын алып қойып жатса да, электриканы олай жұмысын алып қоймайды. Болашақта қолмен істелінетін жұмыстарды Кез келгені, иә? Кез келген қолмен Тігінші болсын, иә. Қолмен жұмыс істейтін адамдарды бағалайтын болады. Түсінікті. Және де айтып кетейін, мысалы, электрика мамандығы ол қай қалаға, қай жерге барсан да өлмейді. Мысалы, мен Астанада жүрмін, бірақ Алматыға көшкім келді. Мен Алматыға көштім. Мысалы, пока жұмысты тапқанша мен объявление берсем, бір күні шығып, 2-3 вызов істеп, мысалы, пока жұмыс тапқанша мен күнімді көріп тұрамын. То есть электрика мамандығымен қай жерге, қай қалаға барсаң да нан табасың, өлмейсің. Осы жерде есіме түсті, біздің бір танысымыз Америкаға көшіп кетті, осыдан 15 жыл бұрын, қателеспесем. Мамандығын ұмытып қалдым кім екенін, бірақ қазір ол осы электрик болып 15 жылдың ішінде өзіне жеке үй сатып алды. Өйткені Америкада да электриктер өте қымбат бағаға қызмет көрсетеді екен. Тек Қазақстанда емес, демек бүкіл әлемде осындай қолмен жұмыс істейтін нағыз жұмысшылардың мамандығы ешқашан өлмейді және табысты болады деген сөз. Осымен бүгінгі сұхбатты аяқтаймыз, достар. Тыңдағандарыңызға, көңіл бөлгендеріңізге рахмет. Жәнібек пен Серікке сәттілік тілейміз. Дами беріңіздер. Сіздер туралы тек жақсы жаңалықтар ести берейік. Келесі кездескенше аман болыңыздар. Каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Жігіттерге сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, оқиды, көреді, жауап береді. Кездескенше.